Салим қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен тағы бір 我想到这件事就像那样子，因为我前些我刚才在那个啥躺着刷抖音，然后我看到一个女的bir kız，我是美甲жасататын қыздар，那样子这样子，美甲мындай мындай деп деген сөйтіп бір әлгіндей бір反对美甲人员екен ол反对美甲派екен да，сондай бір视频шығарса评论区，我不知道评论区那些人在想啥，妈妈给的。从来都不做美甲，25年деп қолынан шығарып қойыпты да. 然后我不知道大家не ойлап жатқанын ұқпады ма ана қыздардікі. Сонда拍这个视频的人是到底为什么? енді біреу美甲жасатқан кезде ақша бермеймін,美甲жасатамын деп сұрады ма? Жоқ біреу бір жасатқан美甲чәнжіп саған жауыз тигізіп қойды ма? Жоқ. Әйтпесе美甲жасатқан қолымен көтің тырнақ қойды ма? Жоқ не болды мен ұқпадым енді. 拍这个作品的人是咋想的? енді美甲мен сенің не қақсың бар ей? түсінбедім мен. 然后评论区那些女的我не қылай қалды. Тәйізі қолдарыңда бар екен медиа жасатпайтын. Сонда сендерге бір жаңжуаң жасатып мойныңдарға асып жаңжуаңды көшеде жүргізіп керек па? Мынада жақсы екен медиа жасатпайды екен деп. Сондай бір рыпаңдаған бір жұмыстарын істемей қойыңдаршы. Ол егер медиа жасаса өзінің ақшасына жасап жатыр. Мен де сол. Енді мен айтқан жоқ шығарсың енді. Бірақ бәрінің қыздарына айтып жатсың ғой сол. Сонда неге бір екі қыз бала неге мына дүниеге сыймай кеттік сонда? Ұқпадым да түсінбедім. ол медиа жасаса жасатпаса ол өзінің жұмысы ғой. енді сөйтіп бар ғой ана ұқсап әлгі омагейді 天生的自然就有的30年以来没做美甲деп әлгінде бүйтіп қолын шығарып қойғандар. Сонда сендер бар ғой біз өмірде мынандай жұмыс істемейміз, жасатқан жоқпыз, ана мына деп бәріңдер мына ұқсап бір немене жасап деп басыңдағы әлгі бір кездер болған ғой тарихта. сондай бір бүйтіп тағып көшеге шығыңдар. сендер мысалы сөйтіп жақсы сендердің сондай мейдыңдарны бір 2-4-5 жігіт жақсы көріп қалса енді алқалатын шығар сендер тойыңдарын жасап алатын шығарсыңдар. Нең бар елмен жасаса жасамаса? Ол жасамаса да зиді зиыл, жасаса да өзің зиыл, заңдықың андай мындай деп. Құпадым бұрын өзі медиа жасатып елдің көтін сүртетін жұмыс істеген ба жоқ, құпадым әйтеу. Заң болса өзінің қолы заң, сенмен не қақысы бар, саған біреу тамақ жасап жегізіп жатқан жоқ. Қайтеді. Енді ондай істе кетпеңдерші қыздар бір-біріңдерге. Хайу қыздар бүйтіп қойыпты тағы. Біздің деген баламыз бар, үйіміз бар, үйде жұмыс істейміз. Тырнақ деген таза болмаса болмайды. Біздің баламыз бар, ондай беткен медиада болмайды бізге. Оттап. Мынандай жамин бар ғой, баласы дегенді бар ғой. Тырыңдатып тұрып бағып жатқандар бар. Өзің қамлаштыра алмай жатқан шығарсың сол оны. Ол жаны бар ғой, бетіп жасатып алып бала дегенді бетіп бағып деген, таза бағып деген бәрі жұмыс дегенді жай-жайда істеп жатқан қыздар деген жетеді. Түсінбедім біреу әкеліп тырнағымен баланы бағып берейін деген сықылды бір айтып сөйтіп айтып кетеді екен. Ол қандай бақса өзінің баласын бағып жатыр. Тырнағымен жұмыс істей ма, тырнағымен тамақ жасай ма, ол өзінің жұмысы. Не қақсыңдар бар? Өз ақшамызбен жасатып жатырмыз да бұны. Сенен 10 тен сұраған жоқпыз. Сенің балаңды бағып жатқан жоқпыз, тырнағын жасатып алып, өзіміздің баласын бағып жатырмыз. Өз күйеуімізге тамақ істеп жатырмыз. Өзіміз ештеңе деп айтқан жоқпыз, әке-шешеміз ештеңе деп айтқан жоқ, күйеуіміз ештеңе деп айтқан жоқ. Сен немене оттайсың мен точно мына жерде?